Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізге қазақ тілі пәні бойынша 3-ші сыныптың 78-ші сабағы. Тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Ендеше сабағымызды бастайық. 47-ші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Қазақ ою-өрнегі өте ертеде пайда болған. Оның мазмұны, өрнектері әртүрлі болып келеді. Негізінен олар өсімдік, жан-жануар, адам өмірі мен ғарыштық ғаламды бейнелеуден тұрады. Соның ішінде жан-жануарды өрнектейтін оюлар көптеп кездеседі. Олар ежелгі қазақ мәдениетінен, көшпенділер өмірінен сыр шертеді. Әр өрнекке өзінің сипатына қарай атау берілген. Қойға ұқсайтын өрнек қошқар мүйіз деп аталады. Түйе табан оюы өзінің аты айтып тұрғандай түйенің табанын бейнелейді. Түйенің көргендерің болса, оның ізіне қарап көз жеткізуге болады. Қошқар мүйіз, түйе табан. Төмендегі тақырыптардың қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес келеді? Бұл қазақ ою-өрнегінің тарихы тақырыбына сәйкес келеді. Балалар, келесі тапсырма. Өрнек сөзін жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз. Бірінші жақ менің өрнегім, екінші жақ сенің өрнегің, сіздің өрнегіңіз, үшінші жақ оның өрнегі. Көпше түрде біздің өрнегіміз, сендердің өрнектерің, сіздердің өрнектеріңіз, олардың өрнектері. Осылай жазып аламыз, балалар. Келесі 48-ші тапсырма. Жоғарыда мәтін бөліктерінің атауларын толықтыр. Бірінші қазақ ою-өрнегінің түрлері. Екінші жан-жануарларды өрнектейтін оюларының ерекшелігі. Үшінші ою-өрнектерді сипатына қарай атауы. Сұрақ берілген екен. Осы жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтып көр. Жоғарыда оқыған мазмұнын айтқан мәтіннің жанрын анықта. Бұл ғылыми танымдық мәтін болып табылады, балалар. 49-шы жұмбақтарды оқып шешуін тап. Тарағым бар, таранбаймын, орағым бар, оралмаймын, сақалым бар, ал бірақ мен ақсақал бола алмаймын. Бұл мен жұмбақтың жауабы ешкі. Тәуелденген сөздерді тауып, оларды үш жақта жекеше және көпше түрде айт. Тарағым бірінші жақ жекеше, орағым бірінші жақ жекеше, сақалым бірінші жақ жекеше. Осылай жазып аламыз, балалар. Бұл жерде ережеге бірінші жақ менің тарағым, орағым, сақалым. Көпше түрде біздің тарағымыз, орағымыз, сақалымыз. Екінші жақ жекеше сенің тарағың, орағың, сақалың. Сіздің тарағыңыз, орағыңыз, сақалыңыз. Сендердің тарақтарың, орақтарың, сақалдарың. Сіздердің тарақтарыңыз, орақтарыңыз, сақалдарыңыз. Бұл көпше түрде екінші жақ. Үшінші жақ жекеше оның тарағы, ал көпше түрде олардың тарақтары, орақтары, сақалдары. Келесі тапсырма 50-ші тапсырма. Тоқыма торға зер салып қара. Шебер тоқыма торды тоқыған кезде әртүрлі ағаштарды пайдаланған екен. Тиісті әріптерді қойсаң, ол қолданылған ағаш түрлерін оқисың. Шыққан ағаш түрлерін тәуелдеп жаз. Бұл тоқымаға қараймыз, балалар. Қандай сөздер шыққан екен? Шыққан сөздер талдайық. Бірінші жақ менің шыршам, қайыңым, терегім. Екінші жақ сенің шыршаң, қайыңың, терегің. Сіздің шыршаңыз, қайыңыңыз, терегіңіз. Үшінші жақ оның шыршасы, қайыңы, терегі. Бірінші жақ көпше түрде біздің шыршамыз, қайынымыз, терегіміз. Екінші жақ көпше түрде сендердің шыршаларың, қайыңдарың, теректерің. Сіздердің шыршаларыңыз, қайындарыңыз, теректеріңіз. Үшінші жақ олардың шыршалары, қайыңдары, теректері. Келесі тапсырма 51-ші тапсырма. Артық сөзді тап. Бірінші бұйымым, күлем, өнерім, кілемім. Бұл жерде артық сөз күлем. Екінші кездемесі, туындысы, заты, кешкі. Бұл жерде артық сөз кешкі. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңдар. Сабақты соңына дейін көргендеріңе рахмет.